Көктем кезеді, жер жаңадан құрғап, дала өңіне кіріп, тіршілік қайта жандана бастаған шақ. Ауыл базарына шаруамен барып, автобустан түсіп келе жатқан әскербай ақсақалды көріп қалдым. Бұрын жақыннан араласып көрмесек те, мен ол кісіні жақсы білетінмін. Аты бақсылығы, ем-дом жасауы арқылы алыс жақынға тараған жан еді. Ел ішінде ол туралы небір әңгімелер айтылатын, біреулер оның десі құлжаға дейін жеткен талай адамның дертіне дауа болған десетін. Қызығушылық та, құрмет те бар еді ішімде. Көре сала жанына барып, «Ассалаумағалайкум аға, амансыз ба?» деп сәлем бердім. Жай жапсарын сұрасып, қайдан келе жатқанын білген соң, «Аға, бүгін біздің үйге қонақ болыңыз» дедім. Ол кісі қарсы болған жоқ, бірден ілесіп кетті. Үйде келіншегім, бір жасқа толмаған қызым, үшеуміз ғана едік. Қонақ келді деген соң бірден ет асып, дастархан қамына кірістік. Ішімде бір қызық толқу бар. Әсіресе ел аузындағы әңгімелерден естіген бақсылығын өз көзіммен көрсем деген ой мазалайды. Тамақ үстінде өткен кеткен әңгімелестік. Ол кісі менің тегімді, ата-бабамды сол жолда келе жатып сұрап біліп алған. Сосын бір сәт ойланып отырып, «Әй, өз балам екенсің ғой. Ертең таңертең қызыңа тіл кесіп берейін, пәле-қазадан сақтап жүрер. Долананың ағашы болса тауып қой» деді. Мен де батылданып, «Аға, келіншегімді де ұшықтап берсеңіз» дедім. «Болады, аттың тағасы болса дайындап қой» деді. Түн болды, қонақ демалды, ал мен айтқан заттарын әзірлеп қойдым. Ертеңіне таң ата бәріміз ерте тұрдық. Әскербай аға, «Балам, таға дайын ба?» деп сұрады. «Иә аға» дедім. «Отқа сал, қып-қызыл болғанша қызсын, дайын болғанда айт» деді. Айтқанын бұлжытпай орындадым. Таға шоқтай қызарып, от ішінде жанып жатты. «Аға, дайын болды» дедім. Келіншегіме, «Келе ғой, арқаңнан ұшықтайын, бір шыны су бер» деді. Бәрі дайын, мен бір жағына толқып, бір жағынан таңырқап тұрмын. Өмірімде мұндайды алғаш көрім. «Таған әкел» деді. Мен қысқышпен шоқтай қызған тағаны ұстатып бердім. Әскербай аға тағаны қысқышпен ұстаған күйі бірдеңелерді сыбырлап оқыды. Сосын әлгі қып-қызыл тағаны тілімен жалады. Тілі темірге тиген сайын бұж-бұж еткен дыбыс шығады. Мен көзіме сенбей қарап тұрмын. Бір емес бірнеше рет қайталады. Шықтап болған соң тағаны маған берді. «Іштей, тілі күйіп кеткен жоқ па?» деп қорқамын. Бірақ жүзінде еш өзгеріс жоқ. Тілі де, аузы да аман, еш белгі байқалмайды. «Я, құдіреті күшті Алла, мұндай да болады екен-ау» деп іштей таңырқап тұрдым. Сосын долана ағашына жону жасап, бір дұғалар оқыды, үйге де оқып берді. «Мынаны есіктің маңдайшасына қой, қыздыкін тағып қой» деді. Біз шын көңілден разы болдық. Әскербай ағаны құрметпен шығарып салдық. Сол күннен бастап мен бақсыларға, халық арасындағы қасиетті жандарға басқаша қарай бастадым. Халық іші шынында қазынаға толы екен, бірақ оның сырын ақылмен түгел түсіндіру қиын. Бұл сенім бе, қасиет пе, құдірет пе? Мен нақты жауабын білмеймін. Білетінім, мен оны өз көзіммен көрдім, өзім куә болдым, өз жүрегіммен сездім. Сен қалай қабылдайсың? Ол сенің көзқарасың, ал мен үшін бір шындық бар. Бұл өмірде ештеңе де жайдан жай болмайды. Ел арасында әлі де талай түсіндіріп болмайтын құпиялар бар. Халықтан алғы тек сөзде емес, кейде тылсым тыныштықта да жатады. Өмірдің сабағы сабақтасып жатады.